Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өзімнің қысқа арнап жатқан компотымның рецептін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай суымызды газге қойып қоямыз. Осылай бакелердің барлығын жуып тазалап, мен жуып болған соң бір қайнаған суға бір шай баламында осылай жеміс-жидектерді сала беретін боламыз. Әрине қалаған жемістеріңізді салсаңыздар болады. Мен бұл жерде шие, өрік, апельсин, жалбыз, аздап смородина салдым. Осылай барлығын салып шығамыз. Қазақша арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне осылай жалбыз саламыз. Жалбыздан соң менде аздап смородина болды. Көптеу салсаңыздар, дәмі өте әдемі болып шығады. Содан соң үстіне қайнаған суымызды құямыз. Осылай толтырып құйып, бетін крышкасымен жауамыз. Крышканы да ыстық суға бір салып аламыз. Шиелерім көптеу болсын деп тағы да үстіне салып шықтым. Осылай суымызды барлығына құйып болған соң жарты сағат немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Содан соң суымызды кастрюлемізге тағы да құйып, екінші рет қайнатып аламыз. Осылай барлығын құйып алып, газге қоямыз. Содан соң үстіне 3 литрлік банкіге 1,5 бокал шекер салып шығамыз. Міне суымыз уже қайнады, екінші рет қайнады бұл жерде. Енді шекер салып болған соң үстіне екінші рет қайнаған суымызды құятын боламыз. Уже цветі өзгеріп шығады бұл жерде. Цветі әдемі цвет болып шықты. Осылай барлығын құйып, банкымызды жауып алатын боламыз. Міне осылай жақсылап барлығын қатырып жауып аламыз. Мен жылда осылай жауамын. Сіз де тура осы рецептпен жасап көріңіз. Өте дәмді компот дайын болады. Осымен компотымыз дайын. Ас болсын, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.